Қоғамның дамуында мемлекеттік рәміздеріміздің алатын орны ерекше. Соның ішінде мемлекеттер рәміздерімен бірінші әнұран, көк туымыз, ел таңбамыз, бұның барлығы мемлекеттің негізгі адамдардың рухани қасиеттерін айқындайтын, олардың даналығын, өздерінің өмірге құлшынысын, өзінің еліне деген сүйіспеншілігін, болашақ өзінің елінің даму бағытын айқындайтын үлкен ерекше белгілер деп мен есептеймін. Соның ішіндегі ең үлкен мәселе жастарымыздың өсіп келе жатқан бойындағы ұлттық рухтарын көтеру, олардың өмірге деген құлшыныстарын арттыру, өзінің отанына деген, еліне деген сүйіспеншілігін арттыру арқылы олардың болашақ Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанның болашағын айқындайтын жастарымыздың үлкен сана сезімін орнықтыратын біздің мемлекеттік рәміздеріміздің қадірлеу, оны ерекше құрметтеу, оған мән беру, оның негізгі түпкі қасиеттерін сезіну, өзінің бойыменен, сойыменен, соны және де әр уақытта өзінің мемлекетінің қасиетті нәрселер есебінде бағалау деп мен ойлаймын. Осының бәрі сайып келгенде әрбір азаматтың, әрбір Қазақстан азаматының өзінің еліне деген, мемлекетіне деген сүйіспеншілігі артып, оның болашағына деген өздерінің жауапкершілігін сезіну керек деп есептеймін.